Армысыздар, құрметті көрермендер. Мінекей Ұлыбританиядағы біз сапарымыздармен қарай жалғастырып жатырмыз. Тура 2 ай бұрын біз дәл осы Эмирейтс стадионында теннистен ерлер арасындағы әлем чемпионатында болсақ, бұл жолы әйелдер арасындағы бәсекені тамашалауға келдік. 2 айда екінші рет Шотландияға келуіміз. Атмосфера керемет, мінекей әндетіп, гүлдетіп жатыр. Бүгін осы кешенде біздің Қазақстан құрамасының қыздары ойнайды. Елена Рыбакина бастаған Қазақстан құрамасы. Сәтті тілейміз. Ал Еленамен біз арнайы сұхбат жазамыз бұйырса. Біздің дұрысы менің демеушім Олимпет букмекерлік кеңсесі. Кеттік. Билли Джин Кинг кубогы Қазақстан ұлттық құрамасы тұрақты қатысатын әйелдер арасындағы ең ірі халықаралық командалық теннис жарысы. Турнирді Халықаралық теннис федерациясы ұйымдастырады. 1963-2020 жылдары турнир федерация кубогы деп аталған. Ал 2020 жылдың қыркүйегінде ол американдық теннисші Билли Джин Кингтің құрметіне өзгертілді. Айтулы жарыстың финалдық кезеңіне Қазақстан алғаш рет шықты. Бізбен бір топқа Ұлыбритания мен Испания құрамалары түсті. Мен қасымда Асқар Ағатаев, Қазақстан теннис федерациясының баспасөз хатшысы. Бүгін ойын қалай көңіл күй? Настроение жоқ сияқты. Настроение бәрі жақсы, күшті. Тарихи Қазақстан құрама командасы өз тарихында алғаш рет әлем чемпионатының финалдық кезеңінің топтық кезеңінде ойнайды. Бірінші рет. Тұсаукесер ойын. Біз енді мықты құраммен келдік бұйырса, алға үлкен мақсаттар қойып отырмыз ғой. Финалға дейін бірақ шығуымыз да мүмкін, Енді бұйырса, ондай болжамдар бар ма? Өйткені біздің қазіргі жағдайымыз өте жақсы, қыздарымыз дайын және жеребе жақсы тартылды. Өйткені біз жартылай финалға шығып жатсақ, А тобының жеңімпазын ойнаймыз, яғни Австралия болуы мүмкін, Словакия болуы мүмкін. Біз енді негізі бүгінгі мына шығарылымымызды Елена Рыбакинаға арнап жатырмыз да. Бұйырса жолығып сөйлесетін шығармыз. Осы Елена жайында биылғы маусым спортшы үшін өте сәтті өтті. Енді үлкен бұл турнирінде топ жарды. Жалпы осы Еленаның қазіргі бабы қалай? Енді сіз іште жүрсіз ғой, білесіз ғой. Спортшыға да, ол теннисшіге де көп нәрсе байланыстырылады осы жарыста. Иә, енді бұл Елена қазір Қазақстанның бірінші ракеткасы, көшбасшысы. Еленаға бүкіл қазақ елі үлкен үміт артып отыр. Құрамында Еленадай мықтысы бар Қазақстан құрамасын бір топ жанкүйер қолдау үшін Эмирейтс аренаға жиналды. Мінекей Қазақстанның жанкүйері келе жатыр. Қазақстан құрамасын қолдау үшін. Біз қазір сол Еленаны күтудеміз. Олар фотосессия жасап жатыр. Қазір сәлден кейін шығады. Міне қазір менің жанымда Елена Рыбакина, биылғы бүкіл әлемді дүр сілкіндірген біздің мақтанышымыз. Уимблдон турнирінде топ жарып, бүгінде мінекей Шотландияның Глазго қаласына келіп, Қазақстанның намысын қорғайын деп жатыр. Қазақстанның киімін киіп алып, мінекей. Как настроение у вас? Все хорошо, спасибо. Завтра важнейшая игра, да? Да, тяжелые предстоят матчи, но я готова, девчонки, я думаю, тоже, поэтому будем биться. Про соперников расскажите, вот два соперника в группе. Девочек знаю, с одной из них с Дарт я играла на траве, но это совершенно другое покрытие, это было уже давно, поэтому в любом случае будут сложные матчи, и я думаю, что Юля тоже знает хорошо Болтер, потому что я думаю, она второй номер. Поэтому будем сражаться. Сонымен Ұлыбритания арасындағы матчта қазақстандықтардың арасынан бірінші болып Юлия Путинцева кортқа шықты. Әлемдік рейтингте 51-ші тұрған жерлесіміз 124-ші тұрған Кэти Бултермен кездесіп, оны 3 сетте жеңді. Қорытынды есеп 4-6, 6-3, 6-2.
Артынша ұлттық құраманың үздігі Елена Рыбакина жеңісті жолды жалғастырды. Елена бүгінгі таңда рейтингте 22-ші тұр, ал оның қарсыласы Хэри Дарк 98-ші сатыда. Рыбакина қарсыласын 2 сетте 6-1 және 6-4 есебімен жеңіп, Қазақстанға уақытынан бұрын жеңіс сыйлады. Жарыстың екінші күні Қазақстан құрамасы үшін сәтсіз басталды. Бірінші Юлия Путинцева қарсыласына жол берді. Одан кейін кортқа шыққан Еленаға да оңай тиген жоқ, өйткені қарсыласы өте мықты, әлемнің 13-ші ракеткасы Паула Бадоса болатын. Бірінші сетті испан теннисшісі 6-2 есебімен жеңді. Одан кейін Елена есені қайтарып, таразы басын теңестірді. Үшінші сетте қазақ спортшысына сәттілік жетіспей, 4-6 есебімен жол берді. Өкінішке қарай Қазақстан құрамасы топтан шыға алмай қалды. Бірақ бәрібір қыздарымыз әдемі ойын өрнегін көрсетіп, дүйім жұрттың көңілінен шықты. Әсіресе Еленаның ойынына көпшілік қол соқты. Өзге ұлттар қазақстандық теннисшіден қолтаңба алып, фотоға түсіп жатты. Қалай айтсақ та, биылғы маусым Еленаның еншісінде. Ол биыл ең мәртебелі Уимблдон турнирінде топ жарды. Көптеген өзге де сайыстарда ел намысын абыроймен қорғады. Бүгінгі турнирден кейін ол бізге эксклюзивті сұхбат берді. Біз кешегі жеңілістерді сұраған жоқпыз. Біз тек кейбір көрермендеріміздің сұрақтарын қойдық. Елена, бізге сұхбат беруге келіскен үшін сізге рахмет айтамыз. Енді биылғы маусым аяқталды деп айтуға болады. Қазір қараша айы. Жалпы осы маусымда өзіңіз қорытындылай кетсеңіз. В целом, я думаю, что год получился очень удачный, и моя победа на Уимблдоне – это то, о чем многие мечтают, и в том числе я, поэтому я очень рада. Мы попали в основную группу на Billie Jean King Cup. Я тоже считаю, что это большой шаг для нас, для всех, и надеюсь, что в следующий раз у нас получится выступить еще лучше. Сіз Уимблдонды ұттыңыз, Уимблдон жеңгеннен кейін сіздің өміріңізде не өзгерді? Конечно же, появилось больше внимания и каких-то обязательств, но в целом не могу сказать, что прям очень многое поменялось, но изменения есть. Елена, сіз енді Олимпиада ойындарында өте сәтті өнер көрсеттіңіз, жартылай финалға дейін жеткеніңізді білеміз. Жалпы сіздің ойыңызша Уимблдонның титулын алған биік пе, әлде Олимпиаданың алтынын алған жоғары ма? Это очень сложный вопрос. Конечно же, хотелось бы выиграть и Олимпиаду, и большие шлема, потому что после Олимпиады я почувствовала огромную поддержку, несмотря на то, что у нас не было зрителей, это было очень приятно. И, конечно, после победы на Уимблдоне тоже было очень много поддержки, и многие болели, следили, поэтому тут сложно сказать, конечно, хочется побеждать везде. Елена, енді сіз Уимблдонды жеңіп алғаннан кейін қомақты сыйақы алдыңыз. Осы Уимблдон жеңгеннен кейін сізден қарыз сұрайтындар көбейген жоқ па? Сізге хабарласып, ақша қарызға берші деген сияқты. Да нет, на самом деле, конечно же, какую-то помощь просят, и по возможности я стараюсь помочь, вот. Но в целом я не могу сказать, что прям очень много. Енді сіз Қазақстан намысын қорғап жүрсіз, біздің енді көрермендерге қызық болсын, бір қазақ тілінде 3 сөз айтыңызшы. Рахмет, салем и алга. Рахмет, ja. Елена, енді сіз мысалға осы әйелдер арасында қарсылас шыдатпай жүрсіз, көп қарсыластарды жеңіп жүрсіз, ал егер де сізге бір мүмкіндік берсе, қай ер теннисшімен сіз кортқа шығар едіңіз? Мүмкін бір арманыңыз бар шығар біреумен ойнаған? Мне, конечно, очень нравится Роджер Федерер. К сожалению, он уже закончил, но, может быть, когда-то еще все равно смогу с ним сыграть. Сіздің осы биылғы Уимблдон турнирінде сіз Джоковичпен бірге жеңдіңіздер, екеуіңіз бірге кешке қатыстыңыздар, бір ерекше әсер болған шығар онымен, бір уақытта жеңу осындай бір аңыз ойыншымен. Конечно же, это большая честь, и нам удалось немного поговорить с Джоковичем на балу Уимблдона, поэтому, конечно же, это
огромное, я считаю, достижение всей команды и всех тех, кто меня поддерживает. И было волнительно, но я была безумно рада. Елена, сіз енді Қазақстанда көп бола бермейсіз, өйткені сіз жыл бойы турнирлерде жүресіз, оны біз жақсы білеміз. Бірақ Қазақстанға барған кезде сізге ерекше ұнаған жерлер бар ма? Сіздің қайтадан екінші рет барғыңыз келетін жерлер бар ма? Қазақстан енді әсем ел. Қандай қалаларда болдыңыз? Чаще всего я, конечно, бываю в Астане, была в Алмате, и пока что мне нравится Алмата больше всего. Жақсы, Елена, рахмет. Қазақ халқына бір алғысыңыз болса, айтсаңыз, рұқсат, мархабат. Да, конечно, хотелось сказать большое спасибо всем за поддержку, всем тем, кто приехал сюда в Глазго поддержать нас, и вообще всех тех, кто болеет, пишет какие-либо комментарии, это чувствуется, и продолжайте болеть за нас, и увидимся уже в следующем году. Көріңіздер ғой, мен жанымда биылғы біздің Қазақстанның ең үздік спортшысы деп айтуға болады. Биылғы жылдың үздік спортшысы. Қандай жағдайлар тіркелмес, қандай нәтижелер болмасын, біз Елена Рыбакинаның бәрібір де биылғы кез келген спорт түрін салыстыратын болсақ, ол үздік спортшы атанатыны анық. Рахмет, Елена, сұхбат бергеніңізге. Сіздің алдағы жарыстарыңызға сәттілік тілейміз. Тағы да бізді қуанта беріңіз, қазақ елін қуанта беріңіз. Рахмет. Сонымен, құрметті көрермендер, сіздерге контент ұнады деп есептейміз. Осы контентті шығаруға мүмкіндік берген, жағдай жасаған Қазақстан теннис федерациясының баспасөз қызметіне зор алғысымды білдіремін. Сондай-ақ Олимпиад букмекерлік кеңсесіне де рахмет айтамын. Жеңісті күндерде жүздескенше.